لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Өмір теңіз, жүзіп өтем демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз. Ассаламу алейкум. Сарыағаш халқы, арағапты сал балдарыңызға асыл дінім ардағым бағдарламасыменен тағы келдік ағайын. Бүгінгі сіздердің назарларыңызға ұсынғалы отырған біздің тақырыбымыз бұл жалпы әрбір адамның күнделікті өмірде, үйде, қоғамда сөйлеу мәдениеті десек болады. Қалай сөйлеп жүрміз? Сол жөнінде әңгіме қозғасақ. Әрине, тіл әрбір адамның қаруы. Біреуді сыртынан айтқан кезде тілінен бал тамады деп жатады. Ал енді біреуді сыртынан ғайбаттаса айбәдік деп жатады. Жалпы халқымызда тіл жөнінде мақалда көп. Жақсы сөйлесең жылан інінен шығады, қатты сөйлесең мұсылман дінінен шығады деп жатады. Ал енді сөйлеу үшін адамның ойлау логикасы да жұмыс істеу керек. Ойланбай сөйлеген сөзің өзіңе таяқ болып тиеді. Сондықтан бүгінгі сөйлеу мәдениетін арнайы таңдап отырмыз. Ал енді жақсы сөйлеу ол адамның өзінің мінезіне де байланысты. Жақсы адам жай-жай келеді, жан-жағын байқай келеді. Жаман адам айқай келеді, жан-жағын жайпай келеді дейді. Әрине, жан-жағын байқап келген адамның аузынан жақсы сөз шығары ол заңды. Ашуменен жан-жағын жайпап келген адам аузына келгенін құса салады. Одан не сөз шыққан ашумен өзі аңдымайды да. Ал енді біздің күнделікті өмірде, қоғамда, адамдардың арасында сөйлеген біздің сөйлеу мәдениетімізді артымызда жалғасып келе жатқан жас ұрпақ бізге еліктейді. Осыны ойланайық ағайын. Ендеше осы тақырыпты бүгін арнайы осы тақырыппен келіп отырған біздің студиямыздың қонағы Келес ауданының наиб имамы Арыстанов Өмірзақ. Ендеше Өмеке, жалпы біздің студиямызға бүгін бірінші рет келіп отырған жоқсыз. Талай рет келіп, талай үлкен ауқымды мәселелер жөнінде сұхбат беріп, талай біздің осы бағдарламаның көркін ашқан ауданның білікті имамының бірісіз. Ең алдымен мынау қасиетті Рамазан айында жолығып отырмыз. Уақытыңызды бөліп, келіп отырғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Қош келдіңіз. Ал енді осы тілді қайтсек, жаңа айтып отырмын, тілді қару, әрбір адамның қаруы деп, негізі ғибадатқа пайдалансақ сауабы бар, енді басқаша пайдалансақ күнәсі бар. Сондықтан осы жөнінде өзіңіз толық неңізді берсеңіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермендер, құрметті студия қызметкерлері, Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға дуруду салауаттар болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның соңынан жақсылық пен туралыққа ергескен барша үмметтеріне Алланың рахметі болсын. Амин. Мына қасиетті Рамазан айындағы жасап жатқан құлшылық ибадаттарымызды, күндіздері тұтып жатқан оразаларымызды Алла қабыл етсін. Асеке, бұл өзіңіз жаңа басында айтып өткеніндей, әлбетте тіл адамның өзінің ішкі түйсігіні, оның қаншалықты дәрежеде ақыл ой парасатты екендігіні дәлелдеп те береді. Өйткені бұл тіл Алла субханаху ва таала тарапынан берілген бір үлкен нығмет. Өйткені Алла Таала өзі Құран-ы Кәрімде Бәләд сүресінде келтіреді: «Әләм нәж'аллаху айнайн ва лисанан ва шафатайн» дейді. Бұл Алла Таала бұл жерде біз адамдарға екі көз жаратпадық па?
және бір тіл, екі ерін деген. Бұл Аллах Тағаланың үлкен нығметі. Және басқа бір аяттарда Аллах Тағала біз адамға сөйлеу, яғни баянды бердік деген. Сондықтан бұл сөзді сөйлеу нығметі Алланың берген ең үлкен нығметі. Бұны қадірін білу керек, оны түсініп жету керек. Алла Субханаху ва Тағала бұл тілді бізге адамдармен мәміледе өзіміздің ойымызды, өзіміздің пікірімізді білдіру үшін, немесе Алла Субханаху ва Тағаланы мақтау, мадақтау, Алланың кәламы Құранды оқу, адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтару үшін берілген. Мұны кейде адам баласы көпшілік болғаннан кейін әртүрлі адам бар, қызыл тілде буын жоқ деген демекші, яғни тіліні әртүрлі жақтарға істететұғын, яғни ғайбатқа, өсекке, біреуді жамандауға істететұғын адамдар да болады. Ол жағы өзіңіз айтқандай, ол күнә болып есептеледі. Мұны пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің көптеген хадис шәрифтерінде бізге ескертіп өткен. Ең алдымен пайғамбар алейхиссалам хадис шәрифтерінің бірінде мұмин адамның тілі жүрегінің артында болады. Мұнафиқ адамның тілі жүрегінің алдында болады. Мұмин адам алдын ойлайды, кейін сөйлейді, мұнафиқ адам алдымен сөйлейді, одан кейін ойлайды деген. Яғни сол айтпақшы, пайғамбар алейхиссалам хадисінде келтірілгенде, адамдар кейде ойламастан сөйлеп жатады. Оны қазақта ойланбай сөйлеген ауырмай өледі деген. Яғни сондықтан адам баласы бірінші кезекте сөйлеп жатқан тіліне көңіл бөлу керек, соған тоқталу керек. Яғни ол айтқан сөзі қандай? Яғни жақсылыққа болып жатыр ма? Адамдарға пайдасы тиетін сөз бе? Адамдарға сол туралыққа, яғни адамдарды тура жолға бастау үшін сол нәрсе себеп болады ма? Немесе адамдардың ішінде бүлік шығаратұғын, адамдардың ішінде түсінбеушілікті туғызатұғын сөздер емес пе? Сол нәрсеге адам баласы бірінші кезекте көңіл бөлу керек екен. Өйткені пайғамбар алейхиссалам жаңа бір хадисінде ертең жерге қарататұғын сөзден тыйыл деген екен. Ол өзіңізге мәлім, ертең, яғни сол сөзді айтып қойғаннан кейін, қазақта айтпақшы, 32 тісті ауыздан шыққан сөз 32 рулы елге тарайды дейді. Сондықтан, яғни біз бір сөзді айтып қойсақ, ол сөз, яғни біз сол сөзге тұтқын боламыз. Егер сол сөзді айтпай ішімізді сақтап тұрсақ, сол сөзге, яғни біз еге боламыз. Оған көпшілік жағдайда адамдар осы нәрсеге көңіл бөлмей жатады. Яғни оған назар салмайды. Міне сондықтан да адам баласы кейде өзінің айтқан сөзінен уақыт өте келе ұялып, қызарып жатады. Осы нәрсеге біз көп көңіл бөлуіміз керек болады. Өйткені бұл сөйлеуде адам баласы бірінші кезекте жаңа пайғамбар алейхиссалам айтқандай өзіне зиян келмейді ме? Екінші кезекте қоғамға зияны тимейді ме? Адамдардың ішінде жамандықты туғызбайды ма? Осы нәрсеге көңіл бөлу керек. Бұны пайдасы тимейтұғын сөзден тыйылу турысында Юнус ибн Убайд деген кісі айтқан екен. Адам баласы өзіне пайда келтірмейтұғын сөзді тәрк етуі бір күндік нәпіл ораза тұтқаннан абзал деген екен. Яғни ол нәпіл ораза тұту әлбетте үлкен сауапты іс. Ораза тұту пайғамбар алейхиссаламның жеткізген хадис құдысында оразаны Алла Субханаху ва Тағала мен үшін деген, оның сауабын мен берем деген. Ал бірақ сол пайда келтірмейтұғын сөзден тыйылу, міне сол нәпіл ораза тұтқаннан абзалдығыны бізге Юнус ибн Убайд деген ғұлама кісі ескертіп жатқандығы. Міне осы нәрсеге біз көңіл бөлу керек, біз соған тоқталып өту керек. Сөзіміздің басында айттық, адам сөйлеу үшін алдыменен ойланады, өзінің ойлау логикасы қалай екенін, өзінің жалпы мәдениетін адам сөйлеген кезде көрсетеді. Оны мен де айттым, қонағымыз да айтып отыр. Жалпы енді адамның аузынан жақсы сөз шығу үшін ол адамның өзінің мәдениетінің биік деңгейде болу керек. Енді көптеген ұстаздарымыз айтып жатады,
ғибадатпенен, тіптен сонау оразаңмен де, намазыңмен де жете алмаған жетістікке мұсылмандар көркем мінезбен де жете алады деп. Сол айтпақшы, көркем мінезді болған адамнан әрине көркем сөз шығады. Бірақ енді осы жерде бір екі сұрақ қойғалы отырмын. Әрине жаңа айтып отырмыз, тілді адамның басты қаруы деп. Сөздің арасында ақ көңілденіп отырып кейде біреуге уәде де беріп қоямыз. Бірақ сол уәдені кейде орындай алмай жатамыз. Ләбізсіздік болып жатады. Осында бір қысқаша түсіндіре кетсеңіз. Иә, өте орынды. Адам баласы жаңа айтып өткеніміздей, өзінің тілімен біреуге жақсылық жасау үшін, біреудің адасып жүрген болса, дұрыс емес істі істеп жатқан болса, соны түсіндіру үшін пайдалану керек. Сонымен қатар, жаңа өзіңіз айтып өткенде, біреуге ләбіз беру мәселесі. Енді ол жерде Алла субханаху ва тағала Құран-ы Кәрімде ей иман келтіргендер, өздеріңіз орындамайтын, яғни өздеріңіз істемейтін істі не үшін айтасыздар деген аят бар. Яғни сондықтан бұны біз бірінші кезекте ләбіз беруден алдын ойланып, яғни ол нәрсе менің қолымнан келеді ме, жоқ келмейді ме? Яғни соны мен орындай аламын ба, жоқ па? Адам баласы бірінші ойлану керек. Өйткені жиренше шешен айтып өткеніндей басқа пәле тілден дейді. Яғни сол жерде сіз өзіңіз ойланбастан тұрып, яғни өзіңіздің қолыңыздан келетін келмейтіндігіні ойламастан тұрып уәде беріп жіберсеңіз, басыңызға әлбетте пәле жауылады. Сондықтан, яғни жаңа айтып өткенімдей, бірінші ойланып, яғни сол нәрсені істей аламын ба? Екіншіден, ол ертең деп айтатын болса, немесе басқа алдағы кезде деп айтатын болса, сол кезде қол, яғни тиеді ме, тимейді ме? Осы нәрсеге көңіл бөлу керек. Көпшілік жағдайда мынау адамдардың арасында жүрген кезде естіп қалып жатамыз, яғни куәсі болып та жатамыз. Біреуге бір сөзді айтады, уәдені береді, сәл азғантай уақыт, сәл бір уақыт өткеннен кейін екінші бір адам бір нәрсені айтса, оған да уәдені беріп кете береді. Ол нәрсе мұсылмандыққа жат нәрсе. Ол мұсылманның әдебінен емес. Адам жаңа айтқанында бірінші ойлану керек. Яғни жаңа екінші кездескен адам бір нәрсені айтқан кезде, яғни осы нәрсені орындап бер, немесе мына жаққа барып келейік, или басқа деген жағдайда сол өзіңізден бір нәрсені талап етіп жатқан кезде, яғни бірінші айтқан адамыңыздың уақытына тура келіп жатқан жоқ па? Немесе соған уәде беріп қойған нәрсеңізді ол сұрап жатқан жоқ па? Яғни сол нәрсеге көңіл бөліп тұрып, одан кейін тіліңізбен, яғни соған уәде беруге тура келеді. Өйткені уәде Аллаһныңқы дейді, яғни Алла субханаху ва тағаланың алдында уәде бергеннен кейін мұсылманның айтқан сөзіне қаралады. Яғни мұсылманның айтқан сөзіне қарай амал етіледі. Сондықтан сіз өзіңіздің, яғни уәдесіздігіңізді білдіріп, мұсылмандығыңызға жаман сөз келтіріп, кір келтіріп қоймау үшін адам баласы бірінші ойлану керек, одан кейін сөйлеу керек. Өйткені тіл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан келген хадисте тіл адамның ең кішкентай мүшесі болып есептеледі. Бірақ күнде ертеңгісін адамның басқа мүшелеріне пайғамбар алейхиссалам былай сипаттайды, яғни тілге жалына деген. Ей тіл, сен өзіңе сақ бол. Өйткені біз сенімен біргеміз. Егер сен тура болсаң, біз турамыз, жақсымыз. Егер сен қисық болатын болсаң, біз де тура қисықпыз, яғни дұрыс емеспіз деп ескертеді деген. Сондықтан, яғни біздің ісіміз, біздің амалымыз, біздің айтқан сөзімізге байланысты болады екен. Бәрекелді, енді осы орайда тағы да бір сұрайтыным, әрине жаңа сөз басында айттық, әр 10 күнәнің 9-ы тілден деп, сол енді тілдің ішінде кетіп жатқан ауыр күнәнің бірі бұл ғайбат. Жақында бір танысым сені күнәлардан арылатын жерге алып барайын ба деп сұрады. Мен мешітке ме деп сұрадым. Сөйтіп едім, жоқ, осы жақын жерде, сол жерден өтсем күнәлардан арыласың деді.
шындығында да маған қызық болды. Бірақ барған жеріміз таксилар тұратын таксидің тұрақ жайы. Кейіннен түсінгенім, сол танысымды айтып жатыр, алдында да бұл мәселе айтылған. Қазір бұрын негізі ғайбатты, өсекті, жел сөзді біздің жеңгелеріміз, әйелдер, жалпы әйелдердің аузынан өсек көп шығады деп. Солай ұғым қалыптасқан болатын. Бүгінде енді заманның бір кері тартпа жағы. Бүгінгі қоғамда ер азаматтар өсек айту, ғайбат айту жағынан әйелдерден асып түсіп жатыр. Шындығында да көлік тұрағына барып таксилардың арасынан өтсең, сенің талай күнәңді олар ап қалатын сияқты. Ал енді жақында тағы да бір үлкен имамның аузынан естіткен тағы бір сөз. Алла өзінің, әрине, Алланың, әрбір адамның Алланың алдында міндеті бар. Алла өзіне тиістісін кешіреді, бірақ пенденің пендеге деген күнәсі, бір пенденің күнәсін кешірмесе, ол адамды Алла кешпейді деген осы жөнінде бір толық жақсылап түсіндіріп берсеңіз, ғайбат жөнінде. Иә, ғайбат әлбетте бұл өте ауыр күнә. Алла Тағала Құран Кәрімде ғайбат жайында бір аятында «Вәлә яғтаб бa'зукум бa'зан» деген, яғни кейбірлеріңді ғайбат қылмаңдар дейді. Бірақ осы жерде Алла Тағала бұны көркем бір мысалмен түсіндіреді. Әрбір адам одан бас тартатындай мысалмен түсіндіреді. Ол мысал Алла Тағала аяттың жалғасында қайсы бірің өздеріңнің өлген бауырларыңның етін жеуді жақсы көресіңдер. Яғни оны карих көрдіңдер, яғни жаман көрдіңдер ме деп Алла Тағала ескертеді. Яғни осы жерде Алла Тағала егер бір адамды біреу ғайбат қылатын болса, сыртынан сөйлейтін болса, онда ол адам сол өлген бауырының етін жегенмен тең екендігіне Алла ескерткен. Ол өте ауыр күнә. Сондықтан бұл жаңа айтып өткеніміздей басында тілді ғайбатқа емес, жақсылыққа істетуге біз көңіл бөлу керек. Алла субханаху ва тағала бізді қалай сөйлеу, яғни қалай сөйлеу керектігін ескертеді. Ол жерде Алла Тағала Ахзаб сүресінде: «Ей мұъминдер, Алладан қорқыңдар, тура сөз сөйлеңдер, сонда Алла істеріңді түзетеді және күнәларыңды жарылқайды» деп ескертеді. Қараңыз, Алла субханаху ва тағала бізге тура сөз сөйлеңдер деп ескертіп жатыр. Яғни ғайбат бұл тура сөз емес. Өйткені пайғамбар алейхиссаламға келіп адамдар сұраған кезде ғайбатты, яғни біздің айтқан сөзіміз сол адамның бойында кейде болып қалады ғой деген кезде пайғамбар алейхиссалам ескерткен. Егер сол сөз бойында болып, ол ренжитұғын болса, яғни сіздің айтқан сөзіңізді естіген кезде ол адам ренжитұғын болса, ол ғайбат болады. Егер сіздің айтқан сөзіңіз оның бойында болмайтын болса, онда ол оған жауған жала болады деген. Қайсысы болмасын, яғни біз сол нәрсеге көңіл бөлуіміз керек екен, яғни бір адамның сыртынан сөйлеуге сақ болуға. Өйткені сол адамның жаңағы пайғамбар алейхиссалам айтқанындай, егер ол адамда сол сіз айтқан қасиет, сіз айтқан нәрсе болмай қалатын болса, онда сіз оған жала жапқан болып қаласыз. Болған тағдырдың өзінде, егер ол адам сол сөзіңізді естіп, пәленше үстіп айтты деп өткені, жаңағы басында айтып өткендей, сіздің айтқан сөзіңізді ол бәрібір тарайды, ол басқа біреу оған жеткізіп барады. Сол кезде ол адам ренжитін болса, ол ғайбат болып қалады деген. Міне осы нәрсені бізге пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ескерткен. Ғайбат қылуды, яғни біреудің сыртынан сөйлемеуді, біреулердің мінін тексермеуді пайғамбар алейхиссалам бізге өте көп хадистерін ескертеді. Бұл жайында біз енді жаңа өзіңіз айтқандай көпшілік жерлерде жүреміз, адамдармен араласамыз, сөйлейміз, амал істейміз, жұмыс істейміз. Міне осындай жағдайда Ибн Мунави деген кісі өзінің Файзул Қадир деген кітабында бір мәлімет келтіреді. Ол жерде Ибн Араби деген кісі айтады, машайх дейді, яғни өткен ғұламалардың ішінде сондай адамдар бар еді, күнделікті өзінің істеген ісіні және айтқан сөзіні қағазға жазып жүретұғын. Кешке құптан намазын оқып болғаннан кейін
сол қағазыны ашып тұрып оқитұғын. Егер қағазда истиғфарға себеп болатұғын іс болатын болса, истиғфар айтатұғын, тәубеге себеп болатұғын іс болатын болса, тәубе ететұғын, егер шүкірге себеп болатұғын іс немесе сөз болса, шүкір етіп, содан кейін барып жататұғын дейді. Бұл үлкен мәселе. Өйткені адам баласы әр күні, яғни адамдармен бірге болады, араласады, сөйлеседі, басқа да жұмыстар істейді. Сол жерлерде қате кемшілігі болатын болса, әлбетте кешке, яғни үйге барғаннан кейін бір сәтке ойланып отырып, яғни өзінің істеген ісіні, айтқан сөзіні, яғни бір адамды ренжітіп қоймадым ба, біреудің көңілін қалдырып қоймадым ба, немесе бір ісімде қате кемшілік жіберіп қоймадым ба деп бір сәтке ойлану керек та. Алла егер пенделікпен біліп білмей жіберген қате кемшілігім болса, айтып қойған сөздерім болса, Алла өзін кешіргін деп, әлбетте Аллаға тәубе ету керек, истиғфар айту керек, Алладан кешірім сұрап жату керек. Бұл үлкен іс болып есептеледі. Өйткені сол Алла субханаху ва тағалаға тәубе етіп, Алла субханаху ва тағалаға истиғфар айтып, және де бүкіл адамзатты Айша анамызға пайғамбар алейхиссалам ескерткеніндей 4 нәрсені істеместен тұрып ұйықтамағын деген. Соның бірі бүкіл адамдарды кешірдім деп, яғни кешіру деген. Өйткені егер сіз біреуге зиян тигізбеген тағдырдың өзінде, сізге біреу зиян тигізіп қоюы мүмкін. Яғни біреу сізге сыртыңыздан сөйлеп қоюы мүмкін. Сондай жағдайда Алла разылығы үшін, яғни мен оны кешірдім дейтін болса, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ескерткеніндей, яғни жәннатпен оның істеген ісі жәннаттық істер екендігіні пайғамбар алейхи ва саллям ескерткен. Сондықтан, яғни біз қашанда адамдармен араласқаннан кейін, әлбетте жаңа айтқанымыздай кемшілігіміз болады, өзіміздің немесе өзгенің. Сондай жағдайда біз кешіре білуіміз керек, және де адамдардан кешірім сұрай білуіміз керек. Өйткені Алла пайғамбар алейхиссалам кешірмегенді Алла кешірмейді деген. Бәрекелді. Жалпы енді тілден адамның басына келетін тағы да бір зардаптың біреуі бұл өтірік айту. Әрине, біз де қоғамда жүрген адамбыз, кейде өтірік айтуға тура келеді. Жұмысқа кешіккендей жағдай болады. Немесе бір тағы да бір аяқ асты бір ұмытқан жағдай болады. Біреуге берген уәдеңді ұмытып кеткендей боласың. Сол екі ортада уәде еткен адамға бүгін осындай жағдай менен орындай алмадым, ертең бітіріп берерін шаруаңды. Бүгін мынандай бір жағдай болды деп жеңіл-желпі өтірік айтамыз. Жұмысқа кешіксек, көлік тоқтамай қалды, немесе жол бойында көлік бұзылды деген бір жеңіл-желпі өтірік айтып жатамыз. Ал енді кейде өтіріктің де бір ауыр түрлері болады. Жалпы енді осы исламның шариғатында өтіріктің үкімін де бір түсіндіріп кетсеңіз. Қай жағдайда бізге өтірік айтуға болады? Енді шариғатта өтірік айту әлбетте бұл күнә, жаңағы ғайбат секілді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде әл-каззабу ла уммати деп ескертеді. Бұл өтірікшілер менің үмметімнен бізден емес деп ескерткен. Сондықтан мейлінше, яғни өтіріктен сақтануға, өтірік айтпауға, ақиқатты айтуға тырысу керек. Өйткені қазақта өтірік өрге бастырмайды, баспайды деп ескертіп өткен. Өтіріктің құйрығы бір тұтам деген де сөз бар. Ол бүгін өтірік айтсаңыз, ол ертең бәрібір қайтып шығады. Баяғыда өтірік немесе сол нәрсе 40 жылда шығады дейтін болса, қазіргі уақытта 4 күнде немесе 4 сағаттың ішінде деп сол нәрсенің ақиқаттығы білініп қалып жатыр. Сондықтан өтірік деген нәрсе бұл әлбетте күнә іс, оған мейлінше қадам баспау керек, оған бармау керек, тілді ол сол өтіріктің үстінде істетпеу керек. Енді әлбетте шариғатта жеңілдік кейде береді, өтірік сөйлеуге рұқсат берілген жерлер болады. Ол жерлер біріншіден егер соғыста болатын болса деген. Яғни соғыс өйткені пайғамбар алейхиссалам соғыс айладан тұрады деген. Ол жерде өтірік істету, айла істету дұрыс болып есептеледі. Шариғат оған рұқсат береді. Екіншіден, және бір жерде өтірік айтуға рұқсат береді, ол ерлі зайыптының ортасын жарастыру мәселесінде. Егер ерлі зайыпты ұрысып, жанжал болып, сол отбасы ажырасып кету алдында тұрған болса, сол жерде өтірік айтып,
яғни екі ерлі зайыптының ортасын қосып жіберуге шариғат рұқсат береді. Ал үшінші және бір өтірік айтып рұқсат беретін жері, яғни ол екі адамның ортасын жарастыруда. Яғни бізде жаңа айтып өткеніміздей тілімізбен кейде екі жақты жарастырудың орнына екі жақты ұрыстырып қойып жатамыз. Өйткені қазақта бір сөз бар, тіл өткір найза дейді. Тіл өткір найза, яғни адам баласы өзінің істеген ісімен, яғни үлкен жетістікке жетпегенмен, кейде сөйлеген сөзімен жетістікке жетіп жатады. Айтқан сөзімен жетістікке жетіп жатады. Міне сондықтан да екі адамның ортасына, яғни ұрыстырып қоюдан гөрі, екі адамның ортасын өтірік айтып, жарастырып жіберуге шариғат рұқсат береді. Бізде мынау адамдардың ішінде отырған кезде, жаңа айтып өткеніміздей, бір жерде отырып әңгіме болса, енді адам болғаннан кейін, мынау пәленше мынандай, түленше мынандай деген сияқты кейде әңгіме болып қалады. Сол әңгімені адамдар екі есе қылып қосып айтып баратындар болады. Бұл үлкен күнә. Өйткені жағы сіз сол адамға, мысалы үшін айтып барған адам бір-екі әңгімені қосып айтып баратын болса, ол ана екі адамның өзі арасы сәл кейкілжің туындап тұрған болса, оның арасын одан да ұлғайтып жібереді. Оның ортасын жарастырудың орнына оларды кері қайта ұрыстырып жібереді. Міне сондықтан да шариғатта осы үш жағдайда өтірік айтуға, айла істетуге шариғат рұқсат береді. Ал одан басқа жерде, одан басқа жағдайда шариғатта өтірік айтуға рұқсат етілмейді. Ол үлкен күнә болып есептеледі. Жаңағы пайғамбар алейхиссалам хадисінде ескертіп өткеніндей, ол өтірікшілер менің үмметімнен емес деп ескертіп қойған. Құрметті көрермен, әрине бір тақырып бір бағдарламаның аясына сыймайды. Әлі де көп нәрсе сұрағымыз келіп отыр. Көп нәрсені жауабын естіп білгіміз келіп отыр. Шіркін уақыттың құмсағаты тағы да сырғып өте шықты. Өздеріңізді ойландырған, толғандырған сұрақтарыңыз болса, алдағы уақыттағы біздің бағдарламада толыққанды жауап алатын боласыздар. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Келес ауданының наиб имамы Арыстанов Өмірзақ. Соңынан қосылған көрермен болатын болса, бүгінгі біздің тақырыбымыздың басты тақырыбы бұл тіл мәселесі болатын. Осыменен, құрметті көрермен, бүгінгі хабарды аяқтайын. Хабарды жүргізген Асқар Шахиддин. Эфирде келесі кездескенше аман болайық ағайын.